Ал менің сүйікті оқырмандарым, қыстың алғашқы қары құтты болсын. Кеше түнімен қар деген масқара жауды ғой, қараңыздар. Даже біздің тапчаның барлық жеріне қар жауып тастаған ғой. Мына тапчаның барлығын таңертең сыпырамын дедім де, өзім балаша қуанып, мына алғашқы қарға өзім қуанып жүрмін ғой, қарды деген аспанға лақтырып. Одан машинаның үстінде қар тұр екен. Алғашқы қарда міндетті түрде жеу керек екен ғой, қыздар. Жеп дәмін көрдім. Ничего, нормально екен. Содан өзім мына жерге домалап жатып, айналып, енді өзімше деген балалық шағымды есіме түсіріп кеттім ғой. Сөйтінде қат қалдым. Күн деген енді аяз болып тұр, ана қар жауғаннан кейін ба білмеймін. Сөйтіп үйге секіріп ойнап өзім кіріп кетті. Сосын таңертең таңғы астарын беріп, үйдегілердің қарындарын барлығын тойдырдым да, өзім мына жаққа барлық қарларды тазалауға шығып кеттім. Мына есік алдын, туалетке баратын жер, жолдың барлығын, енді көрінетін жердің барлығын осылай тазалап алды. Қар деген қалың жауып тастаған, атауына күрегім майысып кетіп жатыр ғой. Қардың барлығын үйдің жанына үйіп қойдым. Одан кейін қалған барлығын мынандай арбаға салып алдым, чтобы ар жаққа барып төк тастайтын. Мына жерде қызым да көмектесіп жатыр ғой. Мына есік алдын барлығын балам екеуміз негізі тазалады. Сосын кеше деген мына жердің барлығын қар жауып тастап еді ғой, жартысын сыпырдым да, жартысы қалып қойған еді. Солардың барлығын қалғандарын сыпырып тастадым. Енді қарды ғана сыпырам десем, мына үстінің барлығы кілемнің шаң болып кеткен ғой, быт-шыт болып ше. Жапырақтар ұшқан ба, солардың барлығын сыпырдым. Тапчаның перделерін барлығын жауып қойдым. Мына пердені жинап тастаған дұрыс па, қалай ойлайсыздар, или тұра берсін ба? Үйге кірдім, таңғы жаттығуларымды жасадым. Содан кейін барып біраз кірлер жиналып қалыпты. Негізі біз күнде кір жуатын болдық қой. Ақ келінме біраз кірлердің барлығын салып тастадым да, өзім после родовойна іш қалып қойған ғой. Менде сол майлы ішімді кетіру үшін өзіміздің Сибирский здоровье компаниясының осы турбо чайын ішіп алдым. Күнделікті ішіп, негізі мен алдын 67 килограмм едім. Содан 7 килограмм тастағам ғой, қыздар. Мә, күшті салмақ тастап жатырмын негізі. Өзім салмақ тастағаныма қуанып, шок болып жүрмін ғой. Қалай тек қана бір шайдың арқасында осынша салмақ тастауға болады деп ше. Одан кейін балалардың барлығын киіндірдім де, далаға біртіндеп лақтырдым ғой. Далаға бар, ойнап келіңдер деп. Мен дальше больше үйлерді жинаймын деп. Соның арасында обед болды. Обедті енді пісіріп жейін деп жатсақ, үйге ет асып қойғанмын ғой. Үйге қонақ кеп қалды. Сөйтіп ол кісімен бірге әңгіме айтып, тамағымызды барлығын жеп алдық. Енді аталардың кірлерін жуайын десем, кішкентайым жылап кетсе бола ма, қой барайын да емізіп бел созып жата тұрайыншы деп жаттым. Сосын жалқаулығым ұстап қалса бола ма, мә, кір жууға желание болмай, сіздерде де сондай бола ма? Бір жатып, бір демалып қалсам бар ғой, кәдімгідей өшіп қаласың ғой. Сол үшін ғой мен демалмай көбінесе тез-тез жұмыстардың бәрін істеп тастағанды жақсы көремін да, бір демалсаң ештеңе жақпай қалады. Одан мына жерде айнаның алдын барлығын жинастыруға кірістім. Балалар шампунь төккен ба, білгенін істеген ғой. Мә, көшіп кетуге сәл қалыппыз ғой, қыздар. Полдарын барлығын жинастырып алдым. Айнаның алдын қарасаңыздар, бүкіл зат деген тұрған мына жерде. Косметика, бет, уход, біреуін пайдалансақ, біреуін пайдаланбаймыз. Жартысын лақтырып тастадым ғой мусорға. Комнатаның барлығын сыпырып тазалап алдым, полдарын бәрін жүріп. Өткенде бір оқырманым жазыпты, Құдай-ау, пилесос алсайшы, қиын ғой деп жазды. Жоқ, қыздар, пилесос бір емес, 2 пилесосымыз бар. Просто маған осындай сыпырғышпен ыңғайлы да, бүкіл құқыр-шұқырдың барлығын, мусорларды жинастырып аласың да, сондықтан сыпырғышпен ыңғайлы. Сосын балалардың барлығын даладан кіргізіп, ұйықтатып, одан кейін өзім кешкі асқа кірістім. Кешкі асқа біраз болды, 3 ай дегенде енді қолдан лагман созып жатырмын ғой, қыздар. Біраз болды лагман созбай кетті. Мына лагманды жегендер арманды, жемегендер арманды. Дәмді шыққан ғой, қыздар. Лагман тамағын қаншалықты жиі жасайсыздар, байқап жүрсіздер ме? Блогты қайта қолға алып жатырмын. Сол үшін де маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта керемет күшті видеоларды салып отырамын сіздерге.